Патиздегі ең маңызды тақырыптардың бірі ол бүгін бізде қышқыл сілтілік үйлесімділік. Адам қанында pH көрсеткішіне келетін болсақ, ол бізде 7,35, 7,45 арасында болуы керек. Химиядан бәріміз білетіндей 7 ол бейтарап орта. 14-ке қарай негіздік орта болады, 1-ге қарай қышқылдық орта болады. Енді осы 7,35 пен 7,45-тің арасындағы көрсеткіш ол біз үшін норма болып саналады. Ал 7,35-тен төменгі көрсеткіш ол біз үшін ацидоз, қышқылдану деген сөз. Ал 7,45-тен көп ол бізде алкалоз деген сөз. 7,46, 47-нің өзі біз үшін сілтіленудің айқын көрсеткішінің бірі болып саналады. Келесі, енді бұл көрсеткіштер өте қатты болып кететін болса, қатты өзгеріске ұшырайтын болса, біздің организмдегі ферменттер жұмыс істемей қалатын болады. Ферменттердің жұмыс істеу үшін бір ол осы біреуі pH, біреуі температура деген секілді. Екіншісі жасушалардың бұзылысы болады, тыныс жеткіліксіз дамиды, кома, тіпті өлімге де алып келетін болады. Енді қышқыл сілтілік үйлесімділіктің бұзылыстары. Жаңа айтып өткен, біріншісі ацидоз, екіншісі алкалоз, ол біздегі қандағы сутек иондарының көрсеткішіне байланысты ажыратамыз. Ацидоз қышқылдар көбейіп, сілтілер азайған жағдай. Міне 7,35-тен төмендеп кетті pH-ымыз. Алкалоз сілтілер көбейіп, қышқылдар азаяды. Бұл кезде 7,45-тен жоғары болады жағдай. Ал этиологиясына келетін болсақ, ацидоздың этиологиясы ол бізде лактаттардың жиналуы, немесе кетон денелерінің жиналуы. Одан бөлек гиперкапния жағдай, көмірқышқыл газының тым көп жинақталуы. Не болмаса бүйректің қышқылды дұрыс қажетті мөлшерде шығара алмауын. Ал алкалоздың этиологиясы ол құсу. Асқазан қышқылы жоғалады осы жағдайда. Екіншісі ол бикарбонатты көп қабылдау. Осы асқазан ауруында, мысалы гастритте, халық жалпы адамдар ас содасының химиялық құрылысын бақылайтын болсаңыздар, натрий гидрокарбонат деп аталатын болады. Соны көп қабылдап қоятын болса, жүйелік алкалоз дамитын болады. Көмірқышқыл газының шамадан тыс аз болуы ол бізде гипокапния. Осы жағдайда бізде алкалозға алып келетін болады. Бұл гипервентиляция жағдайында. Тез терең дем алатын болсақ, біз гипокапния боламыз да, ары қарай қанымызда алкалоз жағдайы тіркелетін болады. Келесі, компенсациялау бойынша теңгерілген және теңгерілмеген деп ажырататын боламыз. Қазір оны талқылаймыз. Ал пайда болуына қарай эндогенді және экзогенді. Экзогенді ол сырттан қышқыл немесе сілтінің көп мөлшерде түсуі. Ал эндогенді ол аурулар. Қант диабеті кезінде мысалы кетон денелері біздің организмде жинақталып қалады. Соның нәтижесінде бізде ацидоздар келеді, метаболизмдік ацидоз. Бүйрек жеткіліксіздігі кезінде де қышқылдардың қажетті мөлшерде шығып кетпеуінің салдарынан бізде ацидоздар келетін болады. Өкпе аурулары, не біз гипервентиляция жасаймыз, не болмаса гиповентиляция жасаймыз, соның әсерінен алкалоз немесе ацидоз тіркелуі мүмкін. Одан бөлек енді жалпы қышқылдар қайдан пайда болады? Негізі сілтіге қарағанда қышқылдар өте көп мөлшерде біздің организмде түзіледі. Оның түзілуінің басты көзі ол зат алмасу. Біріншісі ол көмірсу алмасуы. Яғни аэробты тыныс алған кезде, яғни аэробты гликолиз кезінде су және көмірқышқыл газы бөлінеді. Көмірқышқыл газы көбейетін болса, бізде гиперкапния, ацидоз алып келеді. Одан бөлек егерде анаэробты, егер оттегі жетіспеген жағдайда бізде лактаттар көбейетін болады. Ал лактаттардың көбеюі лактат бізде қышқыл, сондықтан ол да ацидозға алып келетін болады. Келесі май ыдырағанда, жаңағы кетон денелері. Қант диабетіне қатысты фосфор қышқылдар түзіледі. Одан кейін ақуыз ыдырағанда күкірт қышқылы, бізде метионин бар деген секілді белоктардың құрамында цистеин бар. Одан кейін тұз қышқылы, зәр қышқылы түзіледі. Осының барлығы қышқыл өте көп түзіледі біздің организмде. Олардың бәрі бірден шығады да, одан кейін жаңа компенсацияға ұшырап отыратын болады. Оны біз буфер деп атасақ болады. Буфер дегеніміз қышқыл немесе сілті көбейсе, оны бейтараптайтын жүйе. Енді буферлік жүйе, оларға не жатады? Бикарбонат буфері, белок буфері, фосфат буфері, гемоглобин буфері. Осы төрт зат бізде буферлік жүйені құрайды. Ең маңыздысы ол бикарбонат буфері, одан кейін белок буфері, ол яғни айтқанда белокта білеміз карбоксил және амин тобы бар. Егер қышқыл болса, сілтілік орта жасайды, сілтілік орта болып кетсе, қышқылдық орта жасау арқылы тепе-теңдік келтіретін болады. Фосфат буфері бұл бүйректе және жасушада жұмыс істейді. Гемоглобин буфері бұл ең күшті буфер. Қанда бізде эритроциттің құрамында гемоглобин бар. Ол өзімен сол буферлік қабілетті қамтамасыз ететін болады. Тек оттегін тасымалдап жеткізуден бөлек, ол осы буферлік жүйені қамтамасыз етеді. Сонымен қатар көмірқышқыл газының 10-15%-ын тасымалдайды. Енді одан бөлек организмнің жалпы қышқыл сілтілік үйлесімділігін жасау үшін өкпе және бүйрек екеуі қызмет атқаратын болады. Өкпенің рөлі тыныс алу, иә? Сол тыныс алу арқылы ол СО2-ні көмірқышқыл газын шығаруды арқылы pH-ті реттейтін болады. Егер бізде ацидоз болса,
қышқыл көп деген сөз. Тыныс алу орталығы қозады осы кезде, сопақша мидағы. Сол қозғаннан кейін адам жиі әрі терең тыныс алады. Гипервентиляция жасайды. Сол кезде бізде СО2 көп шығады, соның әсерінен қышқыл азаяды. Ал егер алкалоз болатын болса, қышқылдың аз жағдайында, сілті көп бұл кезде, тыныс баяулайды. Өйткені сопақша миға тітіркендіретін зат жоқ. Гиповентиляция болады, содан бізде көмірқышқыл газы жиналады, қышқыл көбейеді. Барлығы компенсаторлық жүйе болып тұр бұл жерде. Енді бүйректің рөлі бұл жерде бүйрек протондар, яғни сутек иондары және бикарбонаттың мөлшерін өзгертеді. Егер бізде қышқылдық ортақ тым көбейіп кетсе, яғни ацидоз болса, сутек яғни қышқылдарды көп шығарады, аммоний тұздарын шығарады, бикарбонатты қайта сіңіру, яғни реабсорбциясын арттыратын болады. Нәтижесінде қышқыл ағзадан шығады, pH қалыпқа келеді. Егер алкалоз болатын болса, сутек ионын барынша ұстап қалады да бикарбонатты шығарып отыратын болады организмнен. Соның нәтижесінде сілті азаяды. Келесі ол бізде тіндердегі ион алмасу. Егер бізде ацидоз болатын болса, қанда қышқыл көп деген сөз. Сутек иондары көп деген сөз. Олардың барлығы көп болғандықтан жасушаның ішіне ене бастайды. Жасуша ішіне енгендіктен жасуша ішіндегі элементі калий, кальций қанға шығады. Бұл кезде бізде гиперкалиемия, гиперкальциемия тіркелетін болады. Ал егер де кальций бізде сүйектегі остеопласт, сүйек жасушаларынан шығатын болса, онда остеопороз тіркелетін болады. Міне ауру бір. Егер алкалоз болса, қанда сутек азайып тұр деген сөз. Ал бізде сутек жасуша ішінде бар. Енді осы жағдайда компенсация жасау үшін сутек иондары жасушадан қанға шығатын болады. Сол кезде қандағы калий және кальций жасуша ішіне енетін болады. Содан бізде қанда гипокалиемия, гипокальцемия тіркеледі. Бұл кезде бұлшықеттерде тетания, сіресулер, құрысулар дамиды. Теңгерілген бұзылыс. Жаңа айтып жатырмық, компенсация, декомпенсация. Яғни біз компенсациялық бұзылысты айтайық. Бұл кезде өкпе, бүйрек, буферлік жүйелер қажетті мөлшерде жұмыс жақсы атқаратын болады. Сондықтан pH өзінің нормасында қалады. Бірақ бикарбонаттардың мөлшері ауытқуы мүмкін. Жаңа айттық қой, 20-1 қатынаста болады. Деген секілді, егер қышқыл көбейіп жатса, демек буферлік жүйе де өзінің мөлшерін көбейтеді деген сөз. 20-1, 40-2 деген секілді қысқартсаңыз да 20-1-ге келіп тіркеледі. Айырмашылық жоқ. Енді келген бұзылыс, бұл кезде ағзаның қорғаныс жүйелері әлсірейді. Өкпе дұрыс жұмыс жасамай тұр ма, бүйрек дұрыс жасамай тұр ма, буферлік жүйелер таусылып қалды ма деген секілді. Осы орайда буфер сыйымдылығы деген терминмен танысып алсақ, буферлік жүйенің қанша қышқылды, не болмаса сілтіні бейтараптай алатынын көрсететін сыйымдылық ол. Бізде өте шексіз емес, белгілі бір мөлшерде ғана берілген бізде буферлік жүйелер. Енді теңгерілмеген бұзылыс кезінде бикарбонаттардың арақатынасы бұзылатын болады. pH қалыпты шектен шығып кетеді. 7-35-тен төмен кетіп қалады, 7-45-тен может жоғары кетіп қалады. Нәтижесінде ауыр ацидоз немесе алкалоз тіркеледі, ферменттердің бұзылысына келеді, кома, тіпті өлім де болуы мүмкін.